Ал достар, бүгінгі видеода негізінде дауысы қате жазылып қалыпты. Яғни байқайтын болсаңдар, бір дауыс эхомен шыға ма, жеке бір жерлердің дауысы өзіміз өшіп қойып жана ма, сондай бірдеңе болып жатыр. Сол себептен мән бермеңдер, алдағы уақытта бұл проблеманы жөндейтін боламыз. Келесі видеода дауыстар нормально болатын болады. Ал давайте достар, ары қарай көре беріңдер. Әрине дауыс шамалы болса да, бәрібір көре беріңіздер. Приятного просмотра. Al mына қарасаңдар болады. Біз скин Достар, бұл видеоны вообще көру мүмкін емес екен. Сол себептен бұл видеоны жай ғана ускорениемен қоя салайын, иә. Әйтпесе дауысы да видеоның өзі де қуып жатыр. Ал бірақ соны ары видеоның өзі жақсарып, бірақ дауыс сол күйі қалады. Ал давайте достар, приятного просмотра, ускорениемен қойдым. Мына жерде мен дейтін Олжастың скинінің көзінен тере жасап отырдым. Яғни жарық түсу үшін өз скинімде просто очки болғасын қоя алмадым. Осы себептен осындай блоковый стеклаларды қойып, осы кішкене жарықтарды қостым. Және де кейінірек мен осы үйдің яғни скиннің басынан үй жауып отыр қой, содан біз осындай ағаштармен қолын жасадық. Айтпақшы егер сіздер өздерінің скиндарын қойғыларың келсе, енді өздерім мысалы сіздердің скиндерін жасай аламын. Ол үшін жаңағы сіздер мен телеграмға жазыңдар, мен телеграмға ссылка сообщениеге қойып қоямын. Сол телеграмға личкама жазыңдар. Енді сол жерде өздерінің каналдарын жіберіңдер, одан кейін өздерінің скиндеріңді документ етіп жіберіңдер. Ал одан кейін қазір видеоға оралатын болсақ, енді осы жерде мен кухняны сразу осы жерге жасайын деп шештім, өйткені басқа жерге қоюға болмады. Одан кейін мен дейтін оны да қайта ауыстырып жүрмін, өйткені қайтадан ауыстырайын шештім, өйткені ыңғайлы жер осы ғана болды. Осы жерге холодильникті бәрін қойдым, орындықты да қойдым, столда да қойдым. Одан кейін мен дейтін жамбарды өшіріп тастадым, және таймфектейді жаздым. Одан кейін компьютерді қойдым. Енді компьютердің мен дейтін қай тұсы қоятынын білмедім, себебін ақтоя салдым. Ақтоя салдым, мен кресло іздедім, бірақ та мен нормально дұрыс кресло таппадым. Одан кейін дейтін MacBook, компьютердің монитор, және солардың бәрін таптым, және мен оға видеолардан көрген кезде маған MacBook'тан көрінді. Сөйтіп MacBook қоятынын шештім. Мен мына кезде стакан тауып алдым, короче, инвитордан. Содан кейін мен соны қойып көрейін деген, бірақ та ол үйлеспеді. Сосын мен алып тастадым. Одан кейін компьютерда мен дейтін екінші этаж салайын шештім, өйткені симат, короче, мен телевизорыма PlayStation қойғым келді, сол себептен мен оны екінші этажға салайын шештім. Осы жерге балкон ретретін салдым. Одан кейін дейтін осы жерге телевизордың подставкасын алдым. Одан кейін телевизордың өзін және Xbox салдым. Одан кейін мен диванды алдым басқа модтан, и потом одан кейін дейтін кровать қояйын шештім, және кровать қойғаннан кейін освещение қостым. Ал одан кейін дейтін сыртынан қарағанда осындай болып шықты. Одан кейін тамақтарды қойдым. Өстіп көріп тұрғанда алып жасап отырған кезім болды. Ал көріп тұрғандарда осы мен скинді салып бітірдім. Мен өте қысқа видео болды, бірақ өткені мен не қысқартып өткені негізінде мен видео қойып кетті, дауысы да қойып кетті, видеоның өзі де қойып кетті. Короче, осы кезде мен сіздермен қоштасып кетсе болды. Ал одан кейін көріп тұрғандар қоштасқа осы видеоны жіберіп көретін боламын. Егер комментарий жазып кетсеңдер болады. Жаңа айтқанымдай мен айттым, жаңа өзіңіз скиндерін қойсаңдар болады. Ол скин жіберу үшін жай ғана описаниеде тұрған телеграмға личкаға кіріңдер, және сол личкаға өзінің каналдарының жібердің ссылкасын. Одан кейін мен сіздерге жауап беремін. Одан кейін жаңа скиндерін жібересіздер. Или скиндерді бірінші жауап қойсаңдар болады деген сияқты. Бірақ канал обязательно, скин де обязательно. Жақсы ма? Ал давайте, сау болыңдар.